Балалар, бүгінгі тема гигиена туралы болады. Жалпы гигиена туралы айтатын болсақ, ол футболға келдің, аяқ киім, шорты айтамыз ғой, футболка, носки, сондар таза болу керек. Мысалы, сендер кір киімді алып барып кие салмайсыңдар, дұрыс па? Мектепке барып, как обычно, өздерің дайындаласыңдар ғой демалыста. Сол сияқты бұл жерде мысалы киімдерді қойдыңдар, сырт қойдыңдар, келестірмек па дейді. И сонымен ол уже таза болып тұрады, киюге де өздеріне приятно. Мысалы, футболканы алып кимейсіңдер ғой сендер, дұрыс па? Кірде жатқан носкиді кимейсіңдер. Сол сияқты тазалықтан басталады бәрі. Гигиена тағы, мысалы, тырнақ киіңіз, аяқтың тырнағы, футболистерді аяқтың тырнағын алмаса, ол өзі қиын болады негізі. Өсіп кетіп, сосын аяқтарында проблемалар болса, ол қиын болады өздеріне. Ғана тырнақ киімді бүкілі тазалықтан басталады барлығы. Сосын гигиена туралы айтатын болсақ, поля келдік, доптың өзі мысалы қарайып кетеді, оның негізі сырт отыру, что мына жерде поляда жұмыс істеген кезде доп кейде қап-қара болса, ол өздеріне доп киген кезде да, ойнаған кезде да, мысалы бетке басқа жаңағы кірі сіңуге жолы мүмкін. И мына жерде гигиена туралы келетін болсақ, тазалық, бастың тазалығы, дененің тазалығы, аяқтың тазалығы, соның бәрі кіреді гигиена. Өздерің басқа бұл гигиена туралы жалпы естігендерің бар ма? Кім не айта алады, мысалы, өз ойларын кезек айта берсеңдер болады. Ұялмай айта беріңдер. Тазалық туралы жаңағы гигиена туралы, жеке бас гигиенасы, раздевалка, мысалы киген кезде сендерде мысалы қол сүртіліп тұрады, раздевалкаға барасыңдар ғой. Ол бит ертең футбол болады ғой деп кіріп ол жатпайды мысалы. Оның ояқтар сүртеді, раздевалканы дайындайды, шкафтарды сүртеді, сөйтіп дайындайды. Сендер келесіңдер таза жерге, өздеріңізге приятно болады. Дұрыс па, Алихан? Сотканы тастаймыз. Кім не айта алады гигиена туралы? Айта беріңдер, ұялмай. Өз ойларыңды айтыңдар. Кім қандай гигиена сақтайды? Мысалы, үйге жуынады, тренировкада. Кейбір балалар бар, жуынбай бүйтіп жата салады, ұйықтайды, шаршайды, футболдан келді, тамақ ішеді, жатады, жуынбайды. Аяқ киімді носкиді алып лақтыра салады жан жаққа, балконға лақтыра салады. Хотя бы иістенбеу үшін бұл түрді далаға шығарып қойдыңдар, аяқ киімге себет дезодоранттар болады, киіп қойдың, келесі тренировкада уже иіс нормально болып тұрады. Ал бүйтіп киімдердің бәрін алып суға лақтырып бір жерге қоясыңдар, солай болады мысалы. Ол иістеніп, бутыйдың шамалы иіс шыға бастайды. Бутыйды қойдыңдар, дезодорант тектіңдер, болды. Иісі нормально болып тұрып келесі тренировкада. Сүртіп қойсаңдар да өздеріне приятно. Жалпы осы өздерің қандай сұрақтарым бар гигиена туралы? Кімде қандай сұрақ бар? Кім өз ойымен бөлісе алады? Ойларында не бар гигиена туралы? Сен мысалы дене шынықтыру сабақ болады ғой мектепте. Көйлекпен барып дене шынықтыруға қатыса салмайсың, дұрыс па? Сенің өзің киімдерің болады, сол сияқты. Спортқа уже футболға, тренировкаға бөлек киім қоясың, дұрыс па? Мектепке басқа көшеге кимейсің ғой, дұрыс па? Ибрахим, алдында джинсы кидік, джинсиді қойдық па, ол джинсы басқа жақта қалу керек. Өзіне ыңғайлы спортивный киім болу, қандай күрт емес, неше түрлі суреттері бар. Мысалы, міне форма, Нұралидікі, ана кімдікі, Абайдікі. Түсінікті ғой? Форма туралы. Аяқ киім бутсы либо сороконожки болу керек. Не үшін? Мына жақта поляда доп қабылдаған кезде, ойнаған кезде да ыңғайлы. Нұрали, берші.
жалғастырамыз. Жаси жақындай бер. Шерхан көмектесші бар. Так. Кімде қандай сұрақ бар? Гигиена туралы. Кімде қандай ойларың бар? Ұялма, айта беріңдер. Не ойлайсыңдар? Айта беріңдер. Гигиена деген жалпы тема түсінікті ме сендерге тақырып? Аяқты түсіріп отырамыз алды. Ақ носки жуып тұрамыз деген сияқты. Ветри. Соның бәрі жуып тұрамыз ғой, дұрыс па? Кірге салдыңдар, уже иіс шықпай нормально киім болып тұрады. Сендер барып, қазір әмір барып, ана форманы алып қоя салмайды ғой, сумка ішіне салып қайта. И келесі күні тренировкаға кимейсің ма, сен дұрыс па? Бірінші айтасың, мам, міне тренировкадан келдім. Либо өзінің жаңа қол тимей жатса үйдегі. Өздері қарай салыңдар шамалы. Өздері істеріне, киімдеріне, қай жері кір. Мысалы уже бұлтыз бір жері жыртылғанда бір болады, жыртылса. Или клеев шығып кетуі мүмкін. Соның бәрін қарау болады. Сүртіп қою керек. Киімдерді таза ұстау керек. Барынша таза жүру. Сол тырнақ, жаңағы шаш дейміз, құлақ түрлі. Болады ғой, шамда, мына жақта футболда жүресіңдер, шам болады үстерінде. Ойнайсыңдар, аунайсыңдар жаңағы, бір итерген кезде құлайсыңдар. Жаңағы полядағы крошкалар болады ғой, қара, солар нету мүмкін, аяқ киімге кіріп кетуі мүмкін. Соны тазалап қою керек. Ішіндегі крошкалар келеді ғой, поляны. Аяқ киімді қағып бір-біріне тоқ қоюға болады. Түсінікті ма? Нұриман, не түсіндің жалпы? Нәрсе түсініп жатсың ба? Ұялма, айта беріңдер, ешкім нетіп тұрған жоқ, қинап тұрған жоқ, өз ойларында айта беріңдер. Әлихан, түсініп жатсың ба, гигиена туралы не істеу керек? Таза сақтау керек. Аха, сосын? Кір болмау керек. Кір болмау керек емес. Өзіне қарап жүру керек деп айта берейін. Үйіне барып, қазір футболдан келіп, бірден барып тамақ жасамайсың ғой, дұрыс па? Не істейсің бірінші? Ал? Қолымыз жуамыз сосын? Жуынамыз. Сен жуынбай, мен қарным ашып тұр. Там бәрі киімді лақтырып бар. Киімдерді шешіп сұрап тамақ жасамайсың ғой, дұрыс па? Бірінші жуынасың жаңа, бет қолын жуасың, денен жуасың, аяғын жуасың. И сосын уже барып киімдерді қайсысы кірге тұстайсың, болмаса или жаңағы стиралкаға саласың. И сосын бірақ уже жаңағы басқа шаруалармен айналысасың. Түсінікті ғой? Кімде қандай сұрақ бар тағы да? Кім түсінбеді тақырыпты? Не үшін бұл тема деп ойлап отырсың? Өйткені сендерге айтпасаңдар, өздерінің балалар, кейбір балалар білмей қалуы мүмкін, кейбір балалар ұмытып кетуі мүмкін. Шамалы тақырыппен таныссаңдар, өздеріне шамалы пайдалы заттар болады. Түсінікті ғой? Кейбір балалар мысалы өздеріне қарамай жаңа буцин, кір-қағып әкеп, яқтыра салып бола салады. Хотя бір аптасына 3 рет болады ғой футбол. Уже келесі демалыста игровой болған күні киімді бір сүртіп қой, аяқ киім сүртіп қойыңдар, болды, бутсаларыңды таза болып тұрады. Келесі аптаны тренировкасы. Сол сияқты жаңағыда формада қарап қою болады. Киімдерді. Мысалы, воротарлар әсіресе ворота тұрған кезде құлайды, олар секіреді жаңағы допқа. Даже перчаткенің өзін жумай-ақ қойып, сырты кірленіп баратса, бүйтіп қойып қою болады. Воротарский форма дейміз енді, трико, әсіресе олар көп қозғалады ғой воротада, секіреді былай, допты қайтарады. Соған байланысты. Отыра бер, Серхан. Фишкалар не қалдырып кеттің, Серхан? Серхан фишкаларды апар деп Олар ғой, біздің Алмазға сізге түсіп кетті. Сіз апарды. апарат дейді? Нені? Ағайаны білмейді. Біледі ол, біледі, жаңа айтқам. Өзі алып кетті. Фишкаларды апара салсыз, өзін қоя саласың жаңа қасында. Тренерлердің. Қандай сұрақ бар тағы да? Сұрақ қойыңдар. Сұрақ бар ма? Кім не түсінді? Бір-бірден бір сөйлеммен или бір сөзбен айтып шығыңдар, ұялмай. Жалпы мысалы гигиена туралы.
тақырып сендерге қалай ақпарат алдыңдар ма, білдіңдер ма бір нәрсе? Сол туралы өз ойларыңды айта беріңдер. Ойнамаймыз Имран. Сендерге тақырып ашылды ма? Білмеген сұрақтарың бар ма? Соны сұрап алыңдар. Мысалы, ойларында, іштерінде қандай сұрақтар қойылмаған? Ағай, осы білмей тұрайын, осы сұрақтарды білсем бола ма деген сияқты. Кімде қандай сұрақ бар? Алиханнан бастап тақырып туралы бір-екі ауыз сөз айта беруге. Ойында не бар мысалы? Сендерді қинап тұрған жоқпын, өздерің мысалы Алиханның кезек-кезек өз ойларын айтып шыққандар болады. Ешкім ештеңе демейді оған. Өз ойларын жай ғана ұялмаңдар. Мысалы, ағай осыны түсіндім, тақырып жақсы болды, маған ұнады деген сияқты өз комментарий демесе өз ойларыңды айтып көріңдер. Айта беріңдер, ұялмай кезек-кезек. Чтоб ертең мысалы сөйлеп жатырмын ғой, сендерге бір нәрсе түсінбей қалулары мүмкін, бір нәрсе дұрыс жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан мен мына жерде сөйлеп жатырмын ғой, сендерге түсінікті болу үшін. Түсінікті ғой? Түсініксіз бе? Не түсіндің абай жауап? Тақырып туралы. Мысалы, бір кейбір балалар бар, өзіне қарамайды, мысалы шаш бүйтіп өсіп кетті, бірақ ол ертең поляда өзіне кедергі жасайды. Ол концентрацияны жоғалтуы мүмкін, жаңа басы телейді, басы қышиды. Соның бәрі гигиенаға жатады мысалы. Жуынбай келеді деген сияқты. Құлағы таза емес, өздеріне қарамаса, арасына қарамаса, оның бәрі гигиена, жараң дейді, орамаса бейітпен немесе лейкопластырь дейміз. Сол жараны акцент береді да, ертең ойын басқа жақта қалады. Білмеймін, не түсіндім? Азиз. Не түсіндім? Тақырып туралы түсінікті ма саған? Әмір? Бақыт? Апай? Түсінікті ма? Имран, түсінді ма бір нәрсе? Нұрали, түсіндің ба? Саған қызық болып отыр бұл тақырыптар, ә? Ибрахим, түсіндің ба? Сен қыс бойы жоқ болдың. Онда барлықтарына түсінікті болды деп ойлаймын. Рахмет, уақыттарын бөліп мен тыңдағандарына. Енді жалпы өздеріне түсінікті болу үшін ол тазалықты бір ауызбен айтатын болса, тазалық болу керек. Өздеріне қарап жүру керек деген сияқты. Өйткені сендерге басқа адамдар да қалайды, мына футболисттер ғой, түстеріне қарамай, түстерін кіріп, шан-шан болып жүрсеңдер айтады. İşte жүрмін ау. Вообще қарамай ма, елінде айтпайды, тренерлер, ағайлар айтпай ма деп. Сол үшін не істеу керек? Таза киініп жүрген, тазалық сақтау керек. Қай жерде жүрсек те тазалық сақтау керек. Түсінікті ғой? Барлықтарына рахмет.